Қайырлы күн. Мен ең алғашқы жаттығуымыз мойнымызды оңға және солға бұрамыз. Енді біздің келесі жаттығуымыз жауырынға, кеудеге арналады. Сондай-ақ әр жаттығу жасаған кезде денелеріңізді бос ұстап, терең тыныс алуды ұмытпаңыздар. Бұлай болса кеттік. Кеудемізді артқа қарай, иығымызды айналдырамыз. Осылайша біз кеуде, жауырын бұлшықеттерін ашамыз. Терең демалуды ұмытпаңыздар. Келесі жаттығу қолымызды айқастырып, осылай артқа қойып, енді бұл иыққа, жауырынға, біздің осанкамызға өте пайдалы. Енді қолымызды осылай артқа қойып, жоғары көтереміз. Қаншалықты жоғары көтерсеңіз, соншалықты өте пайдалы. Бірақ қатты өздеріңізді зорламаңыздар. Сондай-ақ тыныс алуды ұмытпаймыз.
келесі біздің соңғы жаттығуымыз. Қолымызды осылай сегіздік сияқты айқастырамыз. Енді қолымызды мейлінше жоғары көтеруге тырысамыз. Енді дәл солай кері бағытқа қайталаймыз. Сондай-ақ тыныс алуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің кеуде, иық, мойынға арналған жаттығуымыз аяқталды. Менімен бірге жасағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.